Сметанник жасаймыз. Оны аламыз, оған сары май қосамыз, жақсылап араластырамыз. Кейін қопсытқыш саламыз, қант қосамыз, ванилин, тұз саламыз. Ең артында жұмыртқа салып, қамыр илейміз. Дайын қамырды тоңазытқышта 30 минут ұстаймыз. Кейін қамырды жаямыз, арнайы пісіретін ыдысқа саламыз. Уақытша алып тастаймыз. Кейін 4 жұмыртқа аламыз, оған қант қосып араластырамыз. Ең артында қаймақ қосамыз. Дайын салманы қамырдың үстіне салып, пеште 45-50 минут пісіреміз. Сметанник дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дания.